Чихиро есімді қыз бен оның ата-анасы жаңа қалаға көшіп келеді. Жолда отбасының әкесі төте жолды таңдауды шешеді. Оларды орманның ортасында бір түрлі ғимаратқа келеді. Ғимараттың мол олжасына қызығушылық танытқан қыздың ата-анасы осы жерде қалуды ұйғарады. Чихиро анасын мен әкесін бұл әрекеттен қалай тайдыруды ойластырады. Алайда ол әрекетінен ештеңе шықпайды. Ақыры олармен бірге жүруге мәжбүр болады. Отбасы туннелдің арғы жағындағы көрініске қатты таң қалады. Өйткені ғимараттардың аумағында кең әртүрлі аймақтарға толы еді. Әкесі бұл аумақты көптен бері қараусыз қалған ойын-сауық саябағы деп болжайды. Сондықтан саяхатшылар зерттеуді жалғастыруды шешеді. Оның үстіне бұл жерде адамдар бар екені белгілі болады. Ауада өте дәмді нәрсенің иісі аңқып, отбасы сол хош иісті іздей бастайды. Әзірге адамдармен кездесе алмаса да, түрлі дәмді тағамдарға толы жұмыс істеп тұрған мейрамханаға кездестіреді. Сатушылар болмаса да әкесі мен анасы жүрек жалғап алуын шешеді. Содан кейін олар осы мекеменің иесі келгенде еш қиындықсыз төлейміз деп қызына жауап береді. Қыз тамақ ішуден бас тартып, ата-анасынан көлікке оралуын өтінеді. Бірақ ата-анасы қызға құлақ аспайды. Жақын жерде біраз тұрғаннан кейін қыз айналаны зерттеуге бел буады. Оның назарын мұржасынан қара түтіні төгіліп жұмыс істеп тұрған бір ғимарат көңіл аударады. Жақында келе, ол үнсіз бір баланы кездестіреді. Ол оған айғайлай бастады. Саған осы жерде болуға болмайды. Жоғал. Ол ата-анасына оралады. Бірақ олардың үлкен шошқаларға айналып кеткенін көреді. Ал елестер қала көшелеріне шыға бастады. Қыз қашып кетіп, адасып, бұрышқа тығылып, еңірей бастады. Сол кезде оны сол бала тауып алып, оған тамақ керек екенін түсіндіреді. Әйтпесе ол мүлдем жоғалады дейді. Чихиро момындықпен мойынсұнады. Жұмбақ жігіт бұл қызды бұрыннан таниды екен. Есте сақтау қабілетін жоғалтқандықтан дәл түсіндіре алмайды. Оның аты Хаку болады. Ол қыздың қайта оралуына көмектесіп, ата-анасын құтқара алатынын айтады. Мұны істеу үшін сіз осы жұмбақ әлемде тыныш жұмысқа тұруыңыз керек. Өйткені егер сіз мұнда пайдасыз болсаңыз, онда басты сиқыршы Юбаба сізді тез тауып, жануарға айналдырады деп түсіндіреді. Жұмысқа орналасудың қиындығы мынада, бұл үшін сіз осындағы басты сиқыршыға жүгінуіңіз керек. Қауіпсіз жол көрсетіп, бала оны қулығын асырып, жалғыз қалдырып кетеді. Мақсат айқын жұмысқа тұру үшін әйелге жетуге, қыз жолға шықты. Мұнда кел. Оның таңғалдырғаны, Юбаба оның келуін күтіп, оны жануарға айналдыруға дайын болғаны. Бірақ кейін қыз бұл жоспарларын бұзады. Мен сізде жұмыс істей аламын ба? Юбаба жұмыс сұраған адамға беруге міндетті екен. Бақсы қызды көндіруге бар күш-жігерін салғанымен оның беті қайтпайды. Сондықтан Юбаба оны қабылдайды. Бұл жерде сиқыршы қыздың атын ұрлап, есімі мен оның кім екенін жойып тастайды. Енді қыздың есімі Сен болып өзгертіліп, ол өткен өмірі туралы мүлдем есіне түсіре алмайтындай күйге түседі. Осы жерге Хаку кіреді. Ол әйелдің оң қолы болып шығады. Екеуі таныс екен, бірақ қызға оны көрсетпей. Жігіт қызбен қайтадан танысып, оны жұмыс орнына апарады. Енді сен жергілікті қамқорлықпен және осында тұратын әртүрлі құдайлармен қызмет етуің керек. Ең қиын жұмысты орындаған бойжеткен мұндай өмірге бірте-бірте бейімделе бастайды. Бірде сыртта жаңбыр жауып тұрғанда, шеттен тыс жерде оған үнсіз қарап тұрған елес көрінісін көрінеді. Ол сыпайы түрде оның қалын сұрап, ішке кіруге шақырады. Содан бұлай бет бейнесі жоқ елес қызға жан-жақты көмектесіп, соңынан ере бастайды. Оның көмегі әсіресе су киімінде үлкен лас қобыжық пайда болған кезде оны жуындыру болатын. Алайда оған ешкім көмектесуге қол созған жоқ. Сонымен қатар, жеңіл жүріс-тұрыссыз Сен тапсырманы сәтті орындайды. Сөйтіп оған біріншіден әйел алғыс айтады. Өйткені бұл үлкен кір-кесектің атақты құдайы екен. Екіншіден, қыздың көмегіне өзендер иесінің алғыс ретінде қыздың болашақ тағдырында рөл атқаратын бір түрлі торт сыйлайды. Келесі күні түнде жұмыс істегеннен кейін, көгілдір алысқа үңілген қыз отар мен ақ құстармен соғысып жатқан айдаһарды көреді. Бұл уақытта Хаку айдаһар ретінде реинкарнацияға ұшыраған. Сен оны бірден таниды. Оны ақ құстардан құтқарады. Бұл шын мәнінде нақты жай қағаз емес болып шығады. Қыз айдаһарға көмектесуге тырысады, бірақ ол айқайлап жараланады. Қиын шайқаста дәрменсіз болып, өзінің иесі Юбабаға барды. Сен құрбысына қауіп төніп тұрғанын сезіп, артынан жүгірді. Онымен бірге қағаз құстардың бірі соңынан ереді. Бас сиқыршының кеңсесіне жеткен қыз Юбабаның Хакудан құтылуды қажетсіз деп бұйырғанын естиді. Осыдан кейін сиқыршы қыз өз ісімен айналысады. Сен көмекке келеді. Содан кейін қағаз құстан сиқыршы пайда болады. Жоқ, бұл Юбаба еместін. Бұл оның егіз әпкесі Зениба. Юбаба айдаһарға әпкесінен бір маңызды сиқырлы мөрді ұрлауды бұйырады. Ол ісі сәтті болады. Сөйтіп айдаһарды уландыратын ұрланған итбалық көп ұзамай өледі. Хаку өзінің соңғы күшімен Зенибаның сиқырларын жояды және сиқыршы жұқа ауаға еріп жойылады. Хакуды құтқару үшін қыз оған өзендердің иесі сыйға тартқан сиқырлы торттың бір бөлігін береді. Және бұл жұмыс деген секілді. Хаку тынышталып ұйықтап қалады. Сен сиқыршы қыздың сиқырлы мөрін қайтарып, Хакумен болған оқиға үшін кешірім сұрауды шешеді. Мен одан кешірім сұраймын және Хакуды емдеуін сұраймын. Осыдан кейін оның басқа танысымен жаңа бақытсыздық орын алады.
Қонақтардың алтын тастарды айырбастап жатқанын көрген аты жөні жоқ аруақ ауадан алтын жасап, оны жергілікті жұмысшыларға ұсына бастайды. Содан кейін олардың алтынға шөлдегенінен көзі ашылып, аруақ оларды жей бастайды. Сен көмектесуге асығады, бірақ ол енді ол білетін елес емес болып шығады. Ол да оған алтын ұсына бастайды. Қыз одан бас тартқанда оны жеуге тырысады. Бірақ қызда әлі де сол сиқырлы торттың бір бөлігі болады. Ол оны ата-анасы үшін сақтаған еді, бірақ та бәрібір достарын құтқару үшін торт бөлігін қолданады. Алдымен ол халыққа берді, ал енді екінші бөлігімен аруақты тамақтандырды. Ол құса бастады, ашуланып қызға жүгіре бастайды. Қыз құбыжықты осында болған басқа жұмысшылардан аулақ алып кетпек болады. Құбыжық қызды ұзағырақ қуған сайын әлсірей береді. Ақыры қажыған аруақ тынышталып, қайта өзіне айналады. Басқа барар жері болмағандықтан өзіне мейірбандық танытып қол ұшын соза білген қыздың соңынан еруді жөн көреді. Бұл оғаш компания сиқырлы мөрді алу үшін Зейнибаға барады. Сен де бізбен барасың ба? Жолды еш қиындықсыз өтіп, сиқыршының ұясына жетеді. Сен онымен жақсы танысып үлгереді. Бұл сиқыршы өзінің зиянды әпкесі Юбабеге мүлдем қарама қайшы болып шығады. Ол ешкімге зиян тигізгісі келмейтін, оңаша өмір сүріп жүрген жан екен. Мөр қайтарылғаннан кейін Зейнибаны ұры Хаку кешіреді. Ол дәл осы сәтте сенді құтқару үшін ұшып кетті. Әжесімен қоштасып, жігіттер кері қайтты. Содан кейін қыз өзінің кішкентай кезінде өзенге құлап кеткен шынайы өмірінің сәтін есіне алады. Ол батып кетеді, одан соң сыртқа көтеріле бастайды. Оған бір түрлі жұмбақ ақ айдаһар көмектеседі. Сол өзеннің иесі тек Хаку еді. Ол оның шын есімін есіне алады. Сенің шын есімің Кохакугава. Және бұл айдаһардың естеліктерін бұғаттаған сиқырды жояды. Юбабаға оралғанда оның тағдыры шешілетін уақыты келеді. Қыз ата-анасын шошқа табындарының арасынан табуы керек. Егер ол сәтті тапса, бақсы оларды жібереді. Әйтпесе, олар мұнда мәңгілікке шошқа болып қалады екен. Сен ата-анасы жоқ дейді. Оның айтқаны дұрыс болып шығады. Чара жойылып, ол бостандыққа шығып, өзінің бастапқы есімі Чихироға оралады. Хаку оны ата-анасы күтіп тұрған жерге апарып қоштасып кетеді. Ата-аналар әрине естеріне ештеңе түсіре алмайды. Олар үшін бұл жай ғана арман болса, Хаку мен Чихиро үшін бұл мәңгілік оқиға еді. Біздер тағы да кездесеміз ғой. Әрине кездесеміз. Бұл рас па? Бұл рас па? Жанұя қараусыз қалған көліктеріне қайтып келгенде, жолды әлдеқашан шөп басып кеткен, көлікті де шаң басқан. Алайда ештеңе болмағандай жазғы жолға қайта шығып жөнеліп кете береді.